Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар, қадірлі қандастар, құрметті отандастар. Отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының қандаспен келген қазына атты хабарының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы қара өлең қазақтың рухани қазынасының бір парасы ғой. Сондықтан қандаспен келген қазына атты хабарымыздың бүгінгі санын қазақтың қара өлеңінің мына бір шумағымен бастағым келіп отыр. Күнде алшы түсірсең де асығыңды, көрмейді жат жер сені тасы құрлы. Шеңгелде дүрілдейді өз жерінде, әркімнің өз елінде басы құнды дейді дана қазақ. Ендеше осы өз еліме келейін. Бойымдағы барымды, нәрімді, көрген білгенімді, көңілге түйгенімді, білім білігімді, тәуір тәжірибемді өзімнің тарихи отаныммен табысып, ата жұртыма, елім мен жеріме, ұлты мен жұртыма сіңірейін деген ниетпен Қазақстанның қасиетті топырағы, ұлы даласына қайта оралған қандасымыздың бірі, Жебе қоғамдық бірлестігінің төрағасы Омар Әлі Әділбекұлы бүгінгі хабарымыздың құтты қонағы. Омарбек аға, ассалаумағалейкум. Қолыңызды алайын, қош келіпсіз. Рахмет. Мына хабарымыздан құлақтар шығарсыз. Қандаспен келген қазына деген атының өзі айтпай біл астар, ішің білсін ілтифат қой. Атының өзі айтып тұрғандай, елге ата жұртыңызға қашан оралдыңыз? Және сіздің атыңызға қанық, есіміңізді естіп жүрген адамның бірімін, өз басым. Сіздің мына елге, туған жерге бергені көп азаматтың бірісіз. Олжа салған қазанаттың бірісіз. Оны сабақты ине сәтімен баяндай жатармыз. 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады дейді шығыстың ғұламалары. Осы елге қадам басқан сәтіңізден бастасақ Қазақстанға. Рахмет. Мен 1994 жылы қарашаның 26 күні тұңғыш рет Қазақстан шекарасына аттадым. Қорғас шекарасына. Ол кезде негізінен осыға тұрыштап келдім. Әрі келгеннен кейін Қазақстан ұлттық ғылым академиясының әдебиет университетіне аспирантураға қабылдандым. Қытайдан келдіңіз ғой? Қытайдан келдім. Мен бұрын Пекин орталық ұлттар университетінде жұмыс істегем. Одан кейін Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Үрімжіге жұмыс бабына ауысып келдім. Ғылым академиясы, қоғамдық ғылым академиясының журналында жұмыс істедім. Қытайдың қай өңірінде өтті балалық шағыңыз? Өзіңіз сонда туып өстіңіз бе? Мен өзім Қытайдың Шинжаң Уйғыр автономиялы районы Іле Қазақ облысы, Тоғызтау деген аудан бар. Құлжа қаласынан 90 км қашықтықта сол жерде ауылда өстім. Ағарсын деген ауыл бар сол жерде. Сол ауылда туып өсіп. Ол өңір өзі қазақтар қалың шоғырланған аймақ деді? Енді атынан айтып тұр, Іле Қазақ облысы. Іле Қазақ облысында 3 аймақ болған, Алтай аймағы, Тарбағатай аймағы және Іле аймағы. Соның орталығы Құлжа қаласы болды. Сол Құлжа қаласынан 90 км жерде мен туған жерім Тоғызтау ауданы. Ол жерде әйгілі Қабанбай шоқысы көрініп тұрады. Таңатау жалғасады ғой ағай. Сол жалғасқанда ең биік шөптің шоқы бар, Қабанбай шоқысы деген шоқы. Біз бала көзімізде осы Қабанбай шоқысына қарап өстік десек те болады. Сөзіңіз аузыңызда қазақта мынандай қанат сөз бар ғой, балықшының баласы ауға қарайды, батырдың баласы жауға қарайды, шешеннің баласы дауға қарайды, ал тау баласы қашанда тауға қарайды дейді. Таудай талаппен, асқақ арманмен болашаққа қадам басады. Сол асқақ арманмен, таудай талаппен қай жерде оқып, сосын қашан елге келдіңіз, ары қарай қайта сабақтайсыз. Содан 1982 жылы орталық ұлттар университетіне қабылдандым. Сол жылда Тоғызтау ауданы бойынша бір бала ғана қабылданды. Ұйғырдан бір бала болды, сол бойынша Пекинге оқуға бардым. Сол жаңа айтқаныңыз дұрыс, тау баласы тауға қарап жылайды деуші ме еді? Тау өседі дейді. Біз енді былай шыққанда Таңатаудың ең биік шыңы сол біздің туған жеріміз деді. Қабанбай шоқысы әнмен жинатылады. Өткенде бір мақала жаздым. Одан бері Қабанбай бабамыз соғыс жылдарында, өткіншілік замандарда қазақтың баспаған тауы бармаған жер жоқ шығар. Сол кезде талай тауға ат берілді, талай өзен сол кісінің атынан атылған болу керек. Бірақ мына Чин патшалығы дейміз, Гоминдан үкіметі, Қытай үкіметі осынша жылдардан өткеннен кейін де мемлекеттер үкіметтері болды. Бірақ сол жергілікті халық сол таудың атын сақтап қалды. Қазірге дейін сол жерде ел аңыз қылып айтады. Сол тауда Қабанбайдың Құлбас атының тас оқыры бар. Мұның Қабанбай соға атпен шыңға шығып кетіп, бүкіл жан-жағын күзеткен деп аңыз қылып айтады. Біз осы аңызды естіп өстік. Сол бойымызға мен қазірге дейін әрқашан
қиналған кезде, кеткен кезде Қабанбай бабамның аруағына сыйынамын. Сондай баһадүр батыр бабалардың ұрпағымыз деген мақтаныш кеудені кернейді ғой. Әрине. Содан Қытайда оқыдыңыз? Сол Пекинде оқып, 1986 жылы университет бітіріп, сол жерде жұмысқа тұрдым университетте. Ұстаздық еттіңіз бе? Ұстаздық еттім, басқа кітапханада жұмыс істедім деген сияқты. Содан 1992 жылы Үрімжі қаласына ауысып келдім. Содан дәл сол 91 жылы Қазақстан тәуелсіздік алды. Сол кезде Нұрекең елбасы, ұлт көшбасшысы бірінші құрылтай өткізді, сол жылдарда естеріңізде бар. Содан бүкіл жер шарының қай жерінде жүрсеңіздер, елге келіңіздер деп үндеу жерледі. Оның мен әйгілі жазушы Смағұл Елубайдың хаты болды. Қандастырып айтпайды, отандастарға хат деген мазмұны. Сол хатты біз Пекинде кезімізде студенттер арасында ксерокопиядан шығарып тараттық. Кеңінен тараттыңыздар. Жастар тарады. Сол әсер етті. Содан кейін Қытай достарымыз болсын, басқа елдердің тәуелсіздік алды, не жүрсіңдер деген әңгімені айта бастады. Содан бастап осылай кетуге талпындық. Содан төте келу болмады. Үрімжіге жұмысқа ауысып келдім. Сол 92 жылы ауысып келдім. 1,5 жыл жұмыс істедім. 94 жылы Қазақстан топырағына табан тиді, Атамекен. Ал енді табан тиді дегеннен шығады. Омар аға, жаңа айтып қалдыңыз ғой, 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің дербес мемлекет ретінде тәуелсіздігін паш еткен кезде, осы жағымды жаңалықты, осы бір Қазақстаннан жеткен хабарды қалай қабылдадыңыздар? Елбасымыз, тұңғыш президентіміз енді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, мына бүтін дүние, бүкіл әлемдегі қазақтардың жалғыз ғана отаны бар, ол тәуелсіз Қазақстан деп, қара шаңыраққа қайта оралыңыздар деп үндеу жариялады. Осы Қытайдағы кәдімгі қаймағы тұнған қалың қазаққа қатты әсер еткен шығар. Сол ұлы көш осы тәуелсіздіктің төл құрдасы ғой. Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы ел үшін ерекше, алаш үшін айрықша мереке. Ал енді сол тәуелсіздіктің төл құрдасы ұлы көшке де биыл 30 жыл. Осы ұлы көштің Қытайдағы алғы көш жөнінде айтып кетсеңіз. Енді сол кезде 91 жылы мен Пекинде болатынбыз. Мысалы, Балты жағалауында елде тәуелсіздік жариялады. Сонда біз Қытайда ақпарат ашық болатын ол кезде. Сол біз батыстың ақпаратын көретінбіз, Америка дауысын тыңдайтынбыз, сағат сайын тыңдаймыз. Қазақстан жайланады. Сонда Қырғызстан жайлады, Өзбекстан жайлады. Біз күнде тұраса бір-бірімізге хабарласамыз. Қазақстан тәуелсіздік жайланады. Содан айтып, аңсаған тәуелсіздікке 16 желтоқсан жеттік. Осыдан жаңа президенттің үндеуі болды. Осы кезден бастап біз елге кетудің қамын жасадық. Сен қозғалды. Сен қозғалды десе де болады. Ол кезде жастарға ақпарат ерекше болды. Ол кезде біз 30-ға келмеген жастар едік. Сол біздің айналамызда бірге жұмыс істейтін, болмаса оқушы студенттер болсын, бәріміздің әңгімеміз Қазақстан. Қазақстан әр қуанышына қонатынбыз. Мысалы 92 жылы 16 желтоқсан ба біз өзіміз бас қосып, Қазақстан тәуелсіздік 1 жылдан атап өткен күнімізде болды. Сөйтіп 94 жылы елге келдіңіз, Иә, 94 жылы сәт түсті. Ол кезде алтын көштер қозғала бастады. Сол Қазақстан реформа есік ашу саясаты бастады ол Совет одағында. Сол кезде де көптеген азаматтар Қазақстанға келе бастады. Оның 90-91 жылдар көптеген студенттер келіп оқыды, қазақ студенттер. Енді осының бәрі ықпалы болды. Енді ол кезде бірден жыл тұрушылап келу, оқуға шақыру деген болды. Енді көп нәрселер енді тәуелсіздік деген сөз енді сол кезде біз енді былай айтуға, біз оқыған Пекинде жұлдыз журналы қазақ әдебиеті еркін тарайды, барып тұратын мекемелерге. Сол кезде мекемелерге бір айдан кейін, 15 күннен кешігіп болса да жетіп тұратын, иә? Бірақ біз соны күнде оқитынбыз, қаласақ, бөлісетінбіз. Былай жатқанда, 88 жылдардан бастап барып тұратын, соған біз былай жатқанда танымды жақтан, басқа жақтан біз кетуге негізі даяр болдық десек болады. Былай жатқанда біздің қазақ әдебиеті, сол кезде Шерхан Мұртаза ағамыз бастаған қазақ әдебиеті ұлттың ең үлкен рухани демеушісі болды ғой. Ұлт мәселесі болды. Сол бізді тәуір етті десек те болады. Бәрекелді. Енді ұлт десе алдымен ұлттың ең басты құндылығы ол тілі. Енді айтайын дегенім, тілмен енді ұйқасына қарай қазақтың тілі мен исламдың діні екеуін қатар айтқым келіп отыр. Себебі күні кеше ғана дүние жүзіндегі мұхым мұсылман әлемі 12 айдың сұлтаны қасиетті Рамазан айын қарсы алды.
30 күн ораза тұтып, жаратқанға жағамын деген жақсы амалдарын мен ғибадаттарын жасауды бастады. Оразаның алғашқы күнін өткізді. Сансыз сауапқа толы алғашқы тәуліктер өтіп жатыр. Сондықтан мұхым мұсылманды иісі қазақты қасиетті Рамазан айының келуімен құттықтаймыз. 5 парыздың бірі деп тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Айтайын дегенім, мен өзі көзге жорда мақтағаным болмасын. Мынау аспан асты елі, мынау қыр астындағы Қытай мен сонау Алтайдың ар жағындағы Моңғолиядағы Баян-Өлгей аймағындағы Қобда өңіріндегі қалың қазақтың тілі бұзылмаған, шұбарланбаған. Қазақ тілінің қаймағы тұнған аймақтай қараймын өз басым. Себебі сіздер мына кешегі кеңестік кезеңде 70 жыл коммунистік партияның ықпалында болған біздің қазақтың тілі шынын айтқанда шұбарланып, әбден тілімізден айырылып қала жаздадық. Сол кездегі астанамыз Алатаудың бөктеріндегі Арайлы Алматының өзінде жалғыз қазақ мектебі ғана қалғанын білесіз, заманында. Ал сіздер сол шекараның арғы шебінде тұрсаңыздар да тілімізді және дінімізді сақыттай сақтай білдіңіздер. Солай емес пе? Елге келгендегі ең әуелгі проблеманың бірі, түйткілдің бірі, ең кеңселік кедергінің бірі осы тілден болған шығар. Әрине, тіл алдымыздан шықты, сол кезде әлі де жалғасып келе жатыр. Енді о заманмен әзір салыстырғанда білесіз, қазақ Алматыда сол кезде астанамыз 12% ғана қазақ болды деп айтылады. Біз мына Алматыға келген кезде аңсап сағынып келген кезімізде әсіресе мына қызмет ету орындарында почта дейміз, банк саласы болсын, бүкілдей сауда-саттық саласы болсын, әр саласында басқа адамдар отыратын. Ол кезде көзге көрініп тұратын ғой. Әзіргідей мына 80-90% қара көздер отырмайтын. Мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік ұйымдардың барлығы орысша сөйлейтін. Оны біз шет жағасын көрдік 94 жылдар. Біраз қиындығын шектіңіздер. Сол кезде біз магазинге барған кезде тағы жерлерде мен орысша білмеуші едік деп айтса, ана кісілер таңғала қарайтын. Бұл қайдан келген, аспаннан түскен адам ба, мынау құмның ішінен келген адам ба, бұл қалай білмей өмір сүріп жүр деп таңдана қарайтын. Әзір ол жағдай жоқ болды десек те болады әзір. Иә, қанша дегенмен біздің ата заңымыз Қазақстан Республикасының Конституциясында тайға таңба басқандай жазылып тұр. Қазақ тілі мемлекеттік тіл деп. Осы тіл жағынан, қазір де қазақ тілі жағынан қағажу көріп жүрген жоқсыздар ма? Енді өздеріңіз білесіздер, жасырып жабатын жоқ үлкен мекемелерде, әсіресе мына Алматы қаласы болсын, Астана қаласы болсын, әлі де орыс тілі басым орында. Әртүрлі көптеген құжаттар қазақ тілінде алады. Қарапайым кездесем, мен сол кезде мен келген кезде ұлттық білім академиясының әдеби өнер институтының аспирантураға қабылдандым. Серік Қирабай академик. Сол кезде менің алғашқы приказым өзі орыс тілінде шығатын. Сонда мен қалжыңдай айтатын сол кісілерге. Біз енді қазақ әдебиет өнер институты отырсыздар. Бірақ бұйрықтың бәрі орысша шығады, бұл қалай деп. Кейін осы сол кезде ғалым басшысы институттың кейін осы жөнелткен деп солардың өзгертіп біртіндеп. Сонда қалай тілден кедергілердің қалай жойылғанын, қалай жатқанын біз білеміз, жан-тәніміз деп себебіз. Бірақ әлі де басым орында қазақ тілі толықтай кеңсе тіліне айналған жоқ. Оның көптеген кедергісін біз біліп жатырмыз. Осыны әр қазақ менің жалғызым дейміз ғой. Әр қазақ емес, бар қазақ осыған жұдырықтай жұмылуымыз керек қой. Мәселен, отан отбасынан басталады. Өзіңіз отбасында қай тілде сөйлесесіздер? Ол қыздарыңызбен, немерелеріңізбен? Біз күлде қазақ тілінде сөйлесеміз. Өйткені отан отбасынан басталады. Біз енді үлкен саясат дұрысталды. Бірақ енді бізде өзіміз қазақ тілінің өз қолымызда тұр деп айтуға болады. Тағдыр. Мысалы кезінде Иманғали Алматыда әкім кеңсе тілін қазақ тіліне аударамын деп айтқан, бірақ оның да толық орындалмады. Енді 300 ғасырдан бері қалыптасқан отарлық жүйе, оның кейде зардабы, өзіңіз ауру, мысқалдап, батпандап шығады дейді. Батпандап кіріп, мысқалдап шығады дейді. Мысқалдап кіріп, батпандап кіріп, мысқалдап шығады дейді. Енді өстіп шығып жатыр. Бірақ өте қатты өтіп кеткен ғой, бізде енді өздеріңіз білесіздер. Біздің етімізден өтіп, сүйегімізге сіңіп кеткен сияқты болады. Орыс боламын десең, алдыма қазақ бол деп айтатын ғой қазірде. Сол сияқты біз өте қатты қабылдап алғанбыз, оның зардабын тартып жатырмыз. Бірақ әзірге елбасының қолданған саясаты, қазақ тіліне назар аудару өте жақсы деңгейде жатыр. Бірақ біз халық даяр болмай жатырмыз. Оның бәрі айналып келгенде Омар Әлаға біздің ұлттық намысымызға кеп тиетін сияқты. Ал біз қазақ намысты наннан қымбат дейміз, ерді намыс қоянды қамыс өлтіреді дейміз. Бірақ ұлттық намысқа келгенде ұялып қалатынымыз
рас енді. Ұятты болып қалатынымыз рас. Әрине, бұл салада баспасөз өкілдері сіздер өте жақсы жұмыс жасап жатырсыздар. Қазақ тілінің мәртебесін көтеруге, қазақ тілін сөйлеуге, бір кезінде ұлт көшбасшысының өзі айтты. Қазақ пен қазақша сөйлесіңдер. Өте дұрыс. Осыны отбасыда орындай алмай отырмыз. Мен әлгі таныстарым бар, менің замандастарымыз жергілікті. Осылардың өзі отбасында кейде орысша сөйлесіп келеді. Мәселе өзімізде. Дұрыс айтасыз. Ал енді мен қазақпын деген адам ол қамшы салдырмай, сол қазақтың тілін дәріптеу керек, дәстүрін дәріптеп, тілін ұлықтау керек қой өзі біздің ол. Енді мына сіздің қоғамда қордаланған мәселелердің бәрі сізге етене таныс. Себебі сіз қайнаған тіршіліктің қазанында жүрген белсенді азаматтың бірісіз. Бірнеше қоғамдық бірлестіктердің жетекшісіз. Мынау менің білетінім Жебеу қоғамдық бірлестігінің төрағасы екеніңіз өз алдына бір төбе. Қызай деген қоғамдық бірлестіктің бас хатшысы екенсіз. Несібе 20-50 деген қоғамдық бірлестіктің де төрағасы екенсіз. Бұл республикалық аумақта қызмет істейді екен. Қандай бағдар бойынша еңбек етіп жатсыздар? Оның халыққа қаншалықты шарапаты тиіп жатыр, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Жебеу республикалық бірлестігі дәл өзіміз қатарлас 90-91 деген жігіттерден құралған. Сол құрылтайшылар солар кәсіпкер жігіттер. Осы 2009 жылы құрылды. Сол кезде басты мақсатымыз енді осы кезде көші қон саласына еңбек. Өзінің көш бастырылған кез. Көптеген қиыншылықтар тілді жақтан, заңды жақтан көптеген кедергілер болды. Осының алдын алу үшін мақсатына құрғанбыз. Осы уақытта жұмыс істеп келе жатыр. Талай жұмыстарға араластық, талай шұғыл істерге де араластық. Бірақ бұл Жебеу қоры өз міндетін орындап жатыр деп бірлестігі. Енді Қызай ана қоры десек, Қызай ана деген анамыз бар, Байбек ақсақалдың ұрпағы деп айтамыз біз енді қыздар. Соның Қызай анамыздың атынан арылатын аймағында көптеген адамдар тұрады, 500-700 мыңдай. Енді осы Қызай ана қорын құрудағы мақсатымызда осы Қызай ананың атын айтсақ, көшкі себеп бола ма деп отырмыз ғой. Мысалы, пәлен жүздің ұрпағы өтіп жатыр. Енді Қызай ананы дәріптеу, оны насихаттау, оның көрсетіп беру. Сол мақсатта жұмыс құрылған жұмыс. Ода жыл сайын біз міне Алматы облысында Қызай ана Наурыз мерекесін тойлаймыз. Былтыр ғана өткізе алмай қалдық. Бірақ онан кейін тұрмыс төмен отбасыларға көмектесеміз. Қызай ана атындағы тағайындаған сыйлығымыз бар. Жыл сайын жақсы оқыған студенттерге, оқушыларға. Мен өз басым мысалы сол ауылда Қызай ана көшесі бар, көшеде 5 балаға жыл сайын 150 мың теңгедей қаржы бөліп тұрамын өз перуанның атынан. Енді қорында жұмыстар өте көп. Мысалы, Таңжарық жолдың шығармаларын шығаруға, Қызай ана жөнінде білім түсіруді қаржыландырдық. Ал енді Жебеудің істеген жұмыстары енді парақшаға кірсеңіздер, Жебеу атында сайт бар, сонда бәрі айтылған, жазылған. Байқаймын, сонда мынау отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының мақсат мұраты мен ұстанатын бағыт-бағдары мына Жебеумен айналып келгенде Қызай ана бірлестігімен бәрі үндесіп үйлесіп тұрған сияқты. Түпкі мақсат шекараның арғы шебіндегі қандастарды, отандастарды тарихи отанына тарту. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Енді Жебеу құрылғанда мақсат осы мақсаты құрылған күннен бастап дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен, одан кейін отандастар құрылғаннан кейін осымен жақсы ынтымақтастық бағытта жұмыс істеп келеміз. Былайша айтқанда осы кісілердің көмекшісіміз десек те болады. Осы екі қордың мемлекеттік қор ғой. Енді осы бағытта көптеген жиындарға қатынастым, өзім бірнеше комиссияның мүшесімін. Енді біздің елбасының көрсеткен саясаты бар, жасап отырған саясат дүниежүзінде үш еліміз бар ғой. Бірінші Германия, екінші Израиль, үшінші Қазақстан, үш ел қандастарын тартуда үлкен жұмыс жасап отыр. Ал біз осыған сеп болмағанда сеп болу. Осы жерде екі елдің арасында заңдық түсіністіктер болады ғой. Осылар біздің енді қандастардың басым бөлігі Қытайда жатыр. Осы кісілердің Қазақстанға келуіне, үйлесіп кетуіне, одан кейін тілдік жақтан, басқа жақтан кедергі ұшыраған кезде кеңес беруге мақсатында құрылған осы қорда болсын, бірлестікте болсын. Әзір өз мақсатында жұмыс жасады. Әсіресе былтыр Қытайда қандастарымызға қысым жасалды. Паспорттары жинап алынды. Одан кейін пенсиялардың пенсиясын тоқтатып тастады, пенсия шыққан кісілерді. Осы кезде біз Қытай елшілігіне, Қытай консулына хат жаздық, еліміздің сыртқы істеріне, ішкі істеріне хат жаздық. Осы мәселенің түбегейлі шешілуіне ықпал еттік. 2018 жылы 18 адамдық делегацияны бастап Пекинде
Қытайдың 3 министрлігінің бас орынбасарымен кездестік. Шинжаңға келгеннен кейін Шинжаң өлкелік үкіметтің орынбасар төрағасы қабылдады. Сол кезде 14 департаменттің бастығымен бетпе-бет отырып сөйлесіп, осы мәселені шешуге ықпал еттік деп ойладым. Ал осы кезде біз келгеннен кейін Қытай саяси кеңесінің төрағасы Шинжаңда тұратын Нұрлан Әбілмәжнун деген қазақ кісі осы жаққа келіп кетті. Ол кісі келгенде біз қиналған отбасылардың уәкілдерін апарып кездестік. Содан кейін қазақтарға деген қысым азайды. Саяси өнуге кірген кісілердің бәрі негізінен шықты десе де болады. Одан кейін пенсиясы тоқтаған кісілердің бәрі толық пенсиясы берілді, зейнетақысы. Бұл жөнінде елбасының еңбегі өте жоғары. Біз сол кісіге көмекші ретінде өз перзенттік парызымызды, өзіміздің азаматтық борышымызды өтедік деп ойлаймын. Бәрекелді. Мінекей, ел үшін туады, ел үшін өледі деуші еді қой. Біз баяғыда бала кезімізде ақылман аталарымыз айтатын, жаңағы 2018 жылы 18 адамды әр саладағы саяси сауатты азаматтарды бастап барып, сол Қытайда саяси қысымға ұшырап, қылбырауға түскен біраз қандастарымызға қарасып қайтқаныңыздан біз де құлағдар едік. Мінекей өз аузыңыздан естігенімізге қуаныштымыз. Ал енді менің естігенім, енді сіздің шығармашылық, жаңа қайраткерлік тұлғаңыз өз алдына, сіздің шығармашылық тұлғаңызбен де аз кем таныс едік. Мына Қытайда жүрген кезде 60-тан астам кәдімгі сын мақала жазған екенсіз. 40-тан 40-қа жуық әңгіме жазған, қалыптасқан сыншы, қарымды қаламгер атанған екенсіз. Оның үстінде мына 2 кітапты Қытай тілінен қазақшаға тәржімалап, аудармашылық қызметте атқарған екенсіз. Осы сіздің шығармашылық сипатыңыз мені қызықтырып отыр. Осы жаңа Қытай тіліндегі қандай кітапты қазақшаға аудардыңыз? Ол бізге қазақтарға қаншалықты қажет дүние еді? Ол ертеректе болған, мына Қытайда Шинжаңның халық баспасынан шыққан тарихи тұлғалар деген кітап болды. Соны қазақшаға аудардым. Одан кейін Жапимау деген бір Қытайда керемет жазушы бар, танымал. Сол кісінің бір повестін қазақшаға аудардым. Ал енді шығармашылығым мен негізінен Қытайда жүрген кезде әдебиет ісімен айналысқан. Сол кездегі біздің өздеріңіз шығар, Шұғыла деген журнал бар, Шинжаң қазақтарының органы. Сол мақалада 40 жылдық, сол журналдың 40 жылдық мерейтойында бүкіл Қытайда қазақ прозасының шолу жасаған. Одан кейін сонда көптеген мақалаларым шықты. Осы жақында ғана Шалқар радиосына сұхбат алып, Алматы түнде 1 сағаттай уақытта осының бәрін кеңінен қамтып айттым. Енді уақыт өтуіне байланысты біраз ұмытып қалған нәрселер де болды. Енді өйткені мен енді біраз жыл осы шығармашылыққа сәл қол үзіп қалдым, бірақ осы соңғы жылдардан бастап қайтадан шығармашылыққа саяси сараптамалар жазуға, мақалалар жазуға ойыстым. Енді бұл мақалалардың бәрі Абай сайтында, өзіміздің жеудің сайтында өзіне шығып жатыр. Омар аға, мынау тарихи отаныңызға оралып, жаңағы ата жұртыңызға табан тіреп, туған жерге туыңызды тіккелі бір 27 жылдай болды. Бір ғұмыр өтті деп ойлаймын. 27 дегенім 27-ге келген жігіттің нағыз бабына келетін уақытысы. Сұрайын дегенім, сырт көз сыншы дейді ғой. Елге келгеніңізде келгелі бері және сол кеше ол келгеніңіз болса, бүгін енді біздің ертеңіміз ерекше маңызды ғой. Сондықтан сырт көз сыншы дейді. Жалпы тап қазіргі таңда сіз енді толыққанды Қазақстанның азаматысыз. Солай емес пе? Ал енді тап қазір қоғамда қордаланған мына шекараның арғы шебіндегі отандастарымыз бен елге оралған қандастарымызға қатысты қоғамда қордаланған қандай басты түйткілдер бар? Енді әзір пандемиядан қордаланған мәселе пандемияның жағдайы болып тұр, шекара жабылып тұр. Бірақ енді осының алдында мысалы 2016 жылдан бастап 2 мәселе болған. Қытай қазақтар үшін, Иран қазақтар үшін көші-қон парағынан шығу және соттылығы жоқ деген нәрсені сұрап қалып келдім. Сонымен қатар қазақ екенін дәлелдейтін құжат деген. Осы мәселені шешуіне біз тәуір атсалыстық, парламенттің 18 отырысына қатыстық, біз өзіміз, жеудің өкілдері. Сонда осы ұсыныстарымызды айттық, кейін сол кезде сот пропискасы жоқ деген нәрсе шешілді. Кейін 5-ші құрылтайда елбасы өзі осы мәселені шешуді бұйырды. Осыдан осы кедергі бәрі тасталды. Ал енді осыдан кейін Қытайдан әңгіме шықты. Қытайда бүкіл елдің паспортын жиып алып жібермейтін болды. Қытайдың ішкі саясаты өзгеріп кетті. Осында қиындығын көрдік. Бірақ осы мәселеде біз енді жан санымызды талып көптеген сараптамалық ақпараттық жұмыстар жасадық.
Қытаймен де сөйлестік, делегация сол кезде болғанбыз. Енді әзір үлкен кедергі жоқ, үлкен кедергі қазір пандемия бітсе кезінде еліміздің министрі Дархан Қаратаев қабылдаған кезде айтқан еді, егер шекара ашылса, осы екі мәселені шешсеңіз, елбасы айтты, бізде 500 мыңдай қазақ келеді деп айтқан Қытайдан. Бірақ енді әлі де сол пікірдемін, әзір осы пандемияның алдында үйлерін сатып, жүктерін буып, жүктің алдына сап жеткен 20-30 отбасын мен білемін, қазір жәркентке келді, бірақ өздері өте алмай жатыр жақта. Енді осы мәселе шешілсе, заңды кедергілер, енді осы еліміз парламентінің, еліміз үкіметінің және елбасының араласуымен заңды кедергілер негізінен шешілді. Енді мәселе оралмандарды солтүстік облыстарында негізі отыр ғой, енді бізде 7 облыс геосаяси мәселе ғой. Бұл енді үлкен тәуелсіздікке қатысты мәселе, тәуелсіздіктің болашағына байланысты мәселе. Әрине бұл енді үлкен стратегиялық мәселе. Біз бұны осыны жақсылап насихаттауымыз керек. Осы нәрсе көп халықтың жүрегіне, көңіліне барып жатқан жоқ. Осы мәселені өте жақсы нәрсе. Енді бір жерден бір жерге ауып бару оңай емес, әсіресе оңтүстік арадан солтүстікке бару оңай емес, климат ұқсамайды. Бірақ осы кезде біз көлеңке жақтар көп айтамыз. Бірақ жақсы жақтар айтпаймыз. Бізді қалай бізде 1 миллион үстінде қандасымыз көшіп кетті. Осының жақсы жақтарын айтуымыз керек көп. Осы жақ жетіспейді. Енді бізде еркін баспасөз бар. Енді еркін баспасөз болған кейбір телеарналар осындай шулы, даулы хабарларды іздеп жүріп айтады. Ал енді қалған миллиондаған адам орындасып кеткендігін, бізде осындай мүмкіндіктің бар екендігін, осындай саясаттардың шығып жатқандығын солтүстікке көшіп, осы насихаттауға жетіспейді деп ойлаймын. Осыны жақсылап насихаттасақ, бұл еліміздің сыртқы ішкі саясаттың үлкен басым бағыттың бір екенін дәлелдесек, әлі дұрыс тұрады деп ойлаймын. Тірі адамның тіршілігі бітпейтіні сияқты, мұны қоғамда қордаланған түйткіл қай елде де, қай жерде де бар нәрсе ғой. Америкада да бар, Россияда да бар, Қытайда шетінен жетеді. Дұрыс айтасыз, мәселен, жаңағы шынын айтқанда астынан кір іздесе, кез келген тырнақтың астынан кір табылады. Ол жаңа айтып отырсыз, біз көбіне мәселеге келгенде көлеңкесін көбірек көреміз де, күнгейіне назар аудармаймыз деп. Расында да біздің қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Дұрыс айтасыз. Жаманның жамандығын айт, иманы қашсын дейді. Мына отандастар қорының құрылуының өзі, осыған қаржының бөлінуінің өзі біздің көші-қон саясатымызда үлкен бір белес деп айтуға болады. Осы отандастар қоры құрылып жұмыс істегеннен кейін, дүниежүзілік қауымдастық жұмыс істеп жатқаннан кейін, бізде соңғы жақында бір жиын болды былтыр. Сол кезде еліміздің мемлекет хатшысы, премьер-министрдің орынбасары, 6-7 министр қатынасты, қандастар форумы болды. Мен ол жиынға қатынастым. Осында көп нәрселер айтылды, бірақ пандемия келіп бәрін тоқтатып тұр әзір. Бұл уақытша қиыншылық. Бізде әзір былайша болады, еліміз қандастар көшіріп алуға, және осы жаққа дайындалуға үлкен дайындықпен даяр отыр. Ал енді үгіт насихатты жасау. Бұл тіршілік болғаннан кейін кемшілік сөзсіз болады. Бізде енді 70 жылдық бюрократиялық жүйе, әкімшілік, әміршілдік сақталған. Ол Қытайда да сақталып отыр, Америкада да сақталып отыр, Жапонияда да бар. Салыстырмада бізде көбірек шығар. Бірақ біз оны айта бергенше шешудің жолын айтуымыз керек. Бізде еркін баспасөз бар, өздеріңіз бар, қоғамдық ұйымдар бар, бәріне мүмкіндік берілген. Кез келген адам Фейсбукта жазуына болады, айғайлауына болады, аттандауына болады. Бірақ осы басты мақсат шу шығару емес, басты мақсат мәселені шешуге жұмылса, сонда нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Дұрыс. Бес саусақ жұмылса, жұдырық болатын сияқты, бірлігіміз бен тірлігіміз жарасса, алмайтын асу қамалымыз жоқ десеңізші. Ал енді көз қарақты көрермен қауым, мына қамыс құлағын қайшылап тыңдап отырған тыңдарман қауымға тағы бір таныстыра кетейін. Отандастар қоры қолға алған қандаспен келген қазына атты хабарымыздың бүгінгі құтты қонағы, Жебе қоғамдық бірлестігінің төрағасы, қадірлі ел ағасы, қазақ тілімен айтсам, қазақтың қазанаты, Алаштың ардақты азаматы Омарәлі Әділбекұлы мырза бүгін қонағымыз болды. Сонау айтпаса сөздің атасы өледі дейді Хакім абай. Сол сияқты ойда жүрген, көкіректегі көрікті ойдың біразын ортаға салдыңыз. Алтын уақытыңызды қиып келген ағамызға мыңда бір рахмет айтайын. Жаңа айтып қалдыңыз, шынында да буып түйіп көшін сақадай сайланып отырған қаншама қандастарымыз мына жаһанды жайлаған індеттің салдарынан мына көшті кейінге қалдырып шегеріп отыр дедіңіз ғой. Ендеше қазақ айтады, күннің жаманы кетеді дейді. Күннің ауыры кетсін, тәуірі жетсін. Сол күннің тәуірі келгенде шеттегі бауыры жетсін қазақтың елге.
міне бүгін арнайы келіп мынау отандастар қорының қандаспен келген қазына деген хабарының соңында мен сізге риясыз ризалық білдіріп арнайы алғыс айта кеткім келіп отыр. Себебі сіз Қытайда 60-тан астам әдеби сын мақала жазған, 40-тан астам әңгіме жазған қарымды қаламгерсіз, және осы қазаққа қажеті бар ау деп Қытай тілінен 2 кітапты қазақшаға аударған азаматсыз. Және бүгінде келіп Жебеу бар, Қызай анасы бар, және несібе 20-50 деген қоғамдық бірлестіктер бар. Бұның бәрі айналып келгенде ұлттық мүддені діттеген ұйымдар. Солай емес пе? Міне осы етіп жатқан еңбегіңіз бен жасап жүрген жұмысыңыз және жазып жүрген еңбектеріңіздің өзі қандаспен келген қазына деп қабылдаймыз біз. Сондықтан қолыңызды алып рахмет сізге. Көптен көп алғыс айтқым келеді. Отандастар қорына және қызметкерлеріне осынша орай мүмкіндік бергендеріңіз үшін көп рахмет. Олай болса, құрметті көрермендер, қандаспен келген қазына атты бүгінгі хабарымыздың қонағы Омарәлі Әділбекұлына алғысымызды айтып, сіздерге келесіде кездескенше дейміз. Әр қазақ менің жалғызым, іргеміз берік болсын, әр қазақ бір-біріне серік болсын.